Баршаңызға сәлем. Біз бүгін көмекші етістіктермен жасалған сөздерді қалай қысқартып айтамыз, соны үйренетін боламыз. Writing – жазылуы, speaking – айтылуы. Яғни осы түрінде айтсақ та болады, бірақ біз қысқартып айтсақ, ол бізге жеңілірек болады. For example, мысалы, I am, I'm, яғни I am деп біз созып айтсақ, I'm деп біз қысқартып айтамыз. Екеуі де жазбаша түрге де және де айтылуға да дұрыс нұсқа болып табылады. Екіншісі I have, менде бар. Қысқартылуы I've. I will. Will деген сол келешектің көмекші етістігі. Бұл бізде қысқартылған кезде I'll. I had. Қысқартылуы I'd. Had деген менде болған, I would. Бұл да I'd деп қысқартылады. I'm not. I'm not. I have not. I haven't. I will not. I won't. I had not. I hadn't. I would not. I wouldn't. Міне, біз осылай сөйлем құраған кезде ұзын нұсқасында және де қысқа нұсқасында қолдансақ, бізге қате емес. Алайда сөйлеген кезде біз қысқа формасын қолданатын болсақ, бізге сөйлем құрауға және де сөйлеуге өте оңай болады.